Бәріне сәлем, менің атым Бауыржан және бұл Бокаплей арнасы. Арнаға тіркеліп, колокольчик басып, лайк басып, арнаны қолдап отырамыз. Кеттік. Достар, біз Всемайкимен бірігіп қазақстандықтарға арналған интернет-магазинін аштық. bokaplay.всемайкишоп.ру. Онда сіз өзіңіздің киіміңіздің дизайнын жасай аласыз, немесе дайын киімдерді сатып ала аласыздар. Сілтемесі астында. Достар, мен ең алғашқы бизнесім қояндармен байланысты болған. Ал ғалымдар қояндарға эксперимент жасауды жақсы көреді. Олар қояндарға холестерин беріп, олардың жүректері қашан жарылатындарын білген. Ғалымдар бұл жолы қояндарды екіге бөліп, зиянды тағамдармен қоректендірген. Бірақ астыңғы қатардағы қояндар жоғарғы қатардағы қояндармен салыстырғанда 60%-ға қандары таза болып шықты. Кейінірек ғалымдар төмендегі қояндарды сипағаны анықталыпты, ал жоғарыдағы қояндарға адамдардың қолы жетпеген. Жоғарыдағы қояндар мен адамдар бір-бірін тіпті көрмеген. Демек, егер қояндарды жай ғана сипаласа, олардың денсаулығы 60% жақсарады. Бұл шынымен солай ма? Ғалымдар таң қалып қайтадан зерттеулер жүргізген, және бұл дұрыс екені анықталған. Мысалы, егер тышқандарды күніне 15 минут қолда ұстаса, олардың есе сақтау қабілеті әлде қайда ұзақ уақыт бойы сақталады. Адамдардың да жағдайы осыған ұқсас. Мысалы, сен қаншалықты көп құшақтассаң, соншалықты аз тұмау ауруына шалдығасың, ал егер ауырсаң, басқаларға қарағанда тезірек жазылып кетесің. Бірақ неге жай ғана физикалық контакт осылай денсаулыққа әсер етеді? Себебі біздің табиғат топтасып өмір сүруге арналған. Қоғамсыз жеке адамдар болмайды. Ал бір топтың құрамында болу кез келген адамның негізгі мақсаты болып табылады. Ал қол ұстасу және құшақтау сенің сондай топта екеніңді дәлелдейді. Сенің көмегіңді қажет ететін және саған олардың көмегі керек адамдардың бар екенін организм түсінеді. Және сен қаншалықты көп құшақтассаң, соншалықты сенің организміңнің тірі болуға себебі көп болады. Басқаша айтқанда, біздің организм сау болуға тек егер себеп болса ғана келіседі. Яғни, егер саған керек адамдар болса ғана сау болуға тырысады. Негізінде біз қоғаммен тығыз байланыстамыз, және қоғамнан алшақтану, темекі шегу немесе артық салмақпен салыстырғанда бізді тезірек өлтіреді. Және жалғыздықта қалғанда организм мидың физикалық жарақат алғанда іске қосылатын бөліктерін қосады. Яғни, егер адамда жақындары жоқ болса, бұл шынымен де ауыр болады. Және керісінше, сенімді достары көп адамдар басқалармен салыстырғанда әлде қайда ұзақ өмір сүреді. Ендеше ұзақ өмір сүретін адамдардың саны азаятын сияқты. Себебі соңғы 30 жылда қоғамда жалғыздықта қалған адамдардың саны 3 есеге өскен. Америкада ондай адамдар 50%-ды құрайды. Интернет және теледидар әрине басты рөлде. Олар қоғамдық қарым-қатынастың иллюзиясын жасайды. Соңғы зерттеулердің нәтижесі бойынша біздің соцсеттарда отыру уақытымыз бен жалғыздықтың арасында тікелей қатынас бар екені анықталған. Қоғам өзгеруде. Бала анасына қарайды, ана назары смартфонда, бәрі керісінше. Біз күннен күнге жоғарыдағы қояндарға ұқсап барамыз. Жалғыздық қалай істеу керек емес екендігіне үйретеді. Біздің жалғыздыққа қалған сайын қоғамға деген махаббатымыз оянатын сияқты. Кім біледі, бұл біздің сау, таза және сәтті қоғам болуға қарай алғашқы қадамымыз шығар. Ал оған дейін жақындарыңызды құшақтаңыз. Достар, егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелеміз, достармен бөлісеміз. Сіздермен болған Бауыржан Сарқұлов және бұл Бокаплей арнасы. Келесі видеода кездескенше.